Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге ұн қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Өте ерекше ыстық тағам, түскі асқа немесе кешкі асқа жасасаңыз болады. Моңғолияда бұл тағамды цуйван деп атайды. Өте дәмі ерекше болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге осындай ет қажет болады. Өз қалағаныңызша турасаңыз болады. Менде сиырдың еті, осындай ұсақ бөліктерге турап аламыз. Онан кейін сәбізімізді, яғни 1 штук сәбізімізді тазалап, осылай соломка етіп турайтын боламыз. Қатты жіңішке болып кетпеуі қажет. Сонан кейін пиязымызды осы жарты шеңбер етіп турап аламыз. Сонан кейін тәтті бұрышымызды дәл осылай турап алатын боламыз. Менде байқап тұрсаңыздар, мұздатылған түрі, сіздер свежий түрін алып қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай барлығын алдын ала турап аламыз. Енді сковородымызға майымызды құйып, қыздырып, етімізді қуыратын боламыз. Алғашқы 5 минутта дәл осылай қасығымызбен немесе лопатканың көмегімен араластырып отырып қуырамыз. 5 минут қақпағын жауып қуыратын боламыз. 5 минут өткеннен кейін тағы да 1 рет араластырып, үстіне кішкене ғана салқын суымызды құйып, бұқтырып етімізді шібігенше пісіретін боламыз. Енді тағамымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 100 мг суға жарты қасық тұзымызды салып, араластыратын боламыз. Және де қажет мөлшерде ұнымызды алып, үстіне 1 жұмыртқамызды қосып, дәл видеодағыдай суымызды аз-аздан қосып, ең алдымен вилканың көмегімен, сонан кейін қолымызбен осындай қатты қылып қамыр жасайтын боламыз. Оны салафанға салып, 10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің етіміздің суы тартылған. Енді үстіне пиязымызды салып, жақсылап араластырып, пиязымыздың соғы шыққанша 10 минуттай қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде біз осы тестімізді жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен кішкене ғана ұн сеуіп, толықтай жұқа етіп жайып шығасыздар. Егер сізге қамыр жаю қиын болса, менің каналымда төменде описанияға міндетті түрде ссылкасын қалдыратын боламын. 5 минутта дәл осындай жұп-жұқа керемет дөңгелек қамыр жаюдың қыр-сырымен бөлісемін. Қамырымызды жайып болғаннан кейін дәл осылай пышақтың көмегімен 4-ке бөліп қоятын боламыз. Қазір әрбір бөлікті противенге кептіреміз. Мінекей біздің жуамызда қуырылған, қараңыздар, әдемі соғы шықты. Енді үстіне сәбізімізді және де тәтті бұрышымызды бірге қосып салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай кішкене ғана тұзымызды қосамыз, қара бұрышымызды және де паприкамызды қосатын боламыз. Енді жақсылап араластырып, 10 минутта жай отта бұқтырамыз. Противеніңізді газ отына қыздырып аласызда, дәл үстіне осы жаңағы жайған қамырымызды салып кептіретін боламыз. Өте тез кебеді, екі жағын кептіріп аламыз. 4-еуінде дәл осылай кептіріп шығасыздар. Мінекей біздің қамырымыз кепті. Сонан кейін дәл видеодағыдай ішіне қарай орап аласыздар да, лапша кескен сияқты қылып кесіп шығатын боласыздар. Ешқандай да уайымдамаңыздар, бір-біріне мүлде жабыспайды. Біз сол үшін қамырымызды кептірдік. Мінекей енді ұн қуырдағымыз шамамен дайын. Жақсылап 1 рет араластырып аласыздар да, үстіне кішкене ғана су құятын боласыз. Көп құймайсыздар. Енді үстіне жаңағы біз өзіміз кепкен қамырларымызды салатын боламыз. Дәл видеодағыдай үстіне шашыратып салуларыңыз қажет. 25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей менде 25 минут өтті. Енді араластыруыңызға әбден толықтай болады. Бізде шамамен дайын болып қалды тамағымыз. Қарап тұрсаңыздар, ұн қуырдақ өте оңай және ерекше дайындалады. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Міндетті жасап көріңіздер және дастарханға ұсынар алдында осындай үстіне укроп немесе көк пияз сепсеңіз өте дәмді болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта неше түрлі рецепттермен бөлісемін.